Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Жоғарғы деңгей 36 сабақ. Сабақтың тақырыбы тіл білудің пайдасы. Грамматикалық тақырыбы қарсылықты салалас құрмалас сөйлем. Грамматика ережемен танысыңыз. Құрмалас сөйлем екі немесе одан да көп жай сөйлемнен тұратын біртұтас грамматикалық мағыналық интонациялық тұрғыдан жасалатын күрделі сөйлем. Құрмалас сөйлем түрлері салалас құрмалас, сабақтас құрмалас, аралас құрмалас. Қарсылықты салалас құрмалас сөйлемде жай сөйлемдерінің мағыналары бір-біріне қарама қарсы болады. Мысалы, ол жұмысқа кешігіп келді, алайда берілген тапсырмаларды уақытында орындады. Қарсылықты салалас құрмалас сөйлемнің құрамындағы компоненттер жай сөйлемдер, бірақ, алайда, дегенмен, сонда да, әйтсе де деген жалғаулық шылаулар арқылы байланысады. Мысалы, ғаламтордан ақпарат іздедім, бірақ таба алмадым. Мен кітапханаға бардым, алайда керек кітапты таппадым. Ол қалаға келгісі келмеді, дегенмен келуге тура келді. Мәтіндер дұрыс секілді, сонда да қайта тексеріп шығу керек. Берілген жай сөйлем компоненттері мен қарсылықты салалас сөйлем құрыңыз. Мысалы, мәтінді оқып болдым, бірақ кейбір сөздерді түсінбедім. Жай сөйлемдерден қарсылықты салалас құрмалас сөйлем жасаңыз. Мысалы, олар өз келісімін берген жоқ, дегенмен ұсыныстан бас тартпады. Жаңа сөздермен танысыңыз. Аударма, жетік, артықшылық, дәлелдеу, екі тілді, қос тілді, еркін, сөздік қор, жою, заман, зер салу, зерттеуші, байқау, жақсарту, жылдам. Берілген сөздермен сөйлем құрыңыз. Екі тілді, қос тілді, еркін, жетік, жақсарту, жылдам, жою, заман, зер салу. Мысалы, заман талабына сай өмір сүру. Берілген сілтемеге кіріп, тапсырманы толық орындайсыз. Назарларыңызға рахмет.